Тәп-тәттім каналынан тәп-тәтті чипсылар дайындаймыз. Үй жағдайында лаваштан чипсы дайындаймыз. Бізге керек лаваш, өсімдік майы, копченый паприка, егер ашылауын қаласаңыздар, қызыл бұрыш, тұз. Лавашты аламыз. Әркім өзіне ұнаған пішінде турайды. Мен бүгін лавашты 3 бұрышты етіп тураймын. Сіздер өздеріңізге ұнаған ұзынша етіп турасаңыздар болады, немесе 4 бұрышты етіп турасаңыздар болады. Біз лавашты турап жатқанда духовкамызды қосып қоямыз. Духовкамызды 170 градусқа қосып, қыздырып дайындаймыз. Өйткені бұл лаваш 170 градуста 10 минут тұрғанда өте қытырлақ әдем болып піседі. Кеттік достар. Рецепт ұнаса лайк басып, комментария жазып, каналыма подписаться етіп қойыңыздар. Осылай лавашты тураймыз, өзімізге ұнағандай форма қылып. Бұл жерде мен 3 бұрыштық өте үлпілдек әдемі қылып турап жатырмын. Қараңыздар, қандай үлпілдеп тұр. Қараңыз, қандай әдемі үлпілдеп тұр бұл жерде. Осылай тураймыз дайындап, сосын растворымызды да дайындаймыз осыдан кейін. Оған дейін сіздің пешіңіз 170 градуста ысып қызып дайын тұрады. Міне, лавашымыз дайын. Енді өсімдік майына 2 қасық паприка, жарты қасық қызыл бұрыш, жарты қасық тұз. Егер сіз балдарыңыз кішкентай болса, бұрыштан аздақ қоссаңыздар болады. Осылай табаға лавашымызды ашып саламыз. Растворды 2 бөліп саламыз. Бірінші бөлігін құямыз үстіне, лавашымызды араластырамыз. Екінші бөлігін тағы құйып, тағы лавашымызды араластырамыз. Достар, рецепт ұнаса лайк басып, комментарияға өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Пісіріп болғаннан кейін ойларыңызды жазсаңыздар болады. Достарыңызбен бөлісіңіздер, каналыма подписаться етіңіздер. Аптасына 3 рет жаңа рецепттер шығады. Қол жетімді үй жағдайында. Менде барлығы көз өлшем. Үйде өйткені барлық аналарда бірдей тара жоқ. Бәріміз көз өлшеммен жасаймыз. Міне, осылай бәр жағына, лаваштың 2 жағына да жағылу керек. 170 градуста 10 минутта пісіреміз. Міне, біздің лавашымыз, чипсымыз лаваштан өте дәмді. Жасап көріңіздер.